жылусыз, жарықсыз, сусыз, қымбатшылық қысып тұрған қазағым амансыздар ма? Мына энергетика министрі не орыс емес, не қазақ емес, бұның орнынан құрту керек, отставкаға жіберу керек. Не ол мыңғыр етіп, сөзінің тайымы жоқ, оқып отыр, оны да болса бір сөзі қалып кетеді, бір сөйлемі қалып кетеді. Бұл не деген бәле бұл? Одан басқа адам жоқ па? Ойпырмай, депутаттар не болып кетті, Ерлан айналайын, сіз өте дұрыс айтасыз. Жаңбыршин де дұрыс айтады. Бұлардың бәрін құрту керек. Мына ішкілерді құртпайынша біздің халқымыз жылуды, сусыз, жарықсыз қалады. Ішкілерді құрту керек, ішкілердің інісін құрту керек. Не? Біздің президентіміз айтып еді ғой, жоғары биліктегілердің туыстары қызметте болмасын деп. Неге ішкілердің інісі отыр Павлодарда? Неғып отыр ол? Оны құрту керек. Башко бар ма, Нашко бар ма, Елин бар ма, Машкевич, Сачкевич бар ма, Кәрістер бар ма, бәрін құрту керек. Айналайын, депутаттары айтып қоя салмаңдар, соңына түсіңдер. Мына ішкілерді құртмайынша біздің қазағымыз жылусыз, сусыз, қатпала суықта. Қыс келе жатыр, қылышын сүйретіп, 50 градус суық. Былтыр 30-35 болса, белі 50 келе жатыр, қылышын сүйретіп. Алла тағала көрсетіп атыр. Міне сендерге көрсетейін. Ақыр біріңді сыйламадыңдар ғой адамдар, шіле жетісіп кеттіңдер ғой. Сендерге көрсетейін мен қандай болар екен. Өмірдің қиыншылығы деп, қиыншылықтың бәрін көрсетіп отыр. Бар нәрсені, не көміріміз жетпей ма, светіміз жетпей ма, барлығы жетеді. Барлығы Алла тағала бізге жер байлығын, жер үсті байлығын беріп қойған. Тек көк көздер қалталарына салып, Россияға, орысқа кетіп атыр, Қытайға кетіп атыр. Кеше естіп қалдым. Қытайлар келіп бізге үй сап береді екен, пәлен үйлер салып береді екен. Қытайлардың салған үйі, міне Шымкентте де отыр, инвесторлардың салған үйі. Сапасыз, жұп-жұқа. Мына дуалды ұрсаң, анау көрші естіп отыр, сөйлеген сөзіңді естеді. Бір көршінің спальныйына, бер жақтағы, дуалдың бер жағындағы көршінің туалеті, ваннасы сарылдап, ақсап, естіліп тұр. Сондай сапасыз, плинтустар қағылмаған. Айналарының бәрі алюминиевый әйнек, алюминиевый рама. Суық дегеніңіз арылдап тұр. Мақта тығып, скотчпанан жапсырып отырмыз. Не Айтен көрмеді ма? Айтен жақсы біледі. Ол Назарбайдың қалтасын толтырды, Урсултанның. Сөйтіп, ақырын ғана кете салды. Біреуді қаматты, одан шығарып алды, өзі де құрыды ақырында. Міне, бос тұр. 104, 105, 106, 107, 108, 4 үйдің бірінші қабатында бірінші қабатта 7 жанұяға есік ашық тұр. 7. Әр кіреберісте, әр бір этажда 7 жанұяның отырғызса болады. Сонда 4 үйде 7-ден отырғанда 10 қабат үй. Бұл деген не? Жетімдер жылап жүр, жаурап, қайға барарын білмей, балаларын сүйретіп, жесірлер қайда барарын білмей, қаңғып жүр. Соларға бермеске. Айтен кімге аманат қып дайындап кетті. Мынау әкім нағып ұқтап отыр. Жап-жас әкімді жібере салдыңдар. Оңтүстіктің адамы жоқ бейді? Оңтүстіктің азаматтары жоқ ба? Оңтүстіктің халқының мінезі басқа. Оңтүстіктің халқының сізбіздігі басқа. Оңтүстіктің халқы сондай құрметті, бірін-бірін құрметтеп сыйлайды. Соны білмейді алыстан келген адамдар, алыстан келген әкім нені біледі? Ол орыстан кеткендер өңшең. Сондықтан әрбір облыстың азаматтарын әкім қылып сайлау керек еді. Тоқаев мырза, бұл халықпанан ойласпастан іс қылатсын. Бұның барлығы халықты қырады. Мінекей, ішкілерге сенген едіңіз, ішкілер міне, қыс енді басталды. Осының өзінде адамдар бүрсен қағып, жаурап, балалары ауру, шетінен аурухана толды. Бұл не деген масқара бұл? Не деген масқара? Ішкілерді
көк көздердің барлығын, келгендердің барлығын құртпайынша, біздің қазақ ешқашан жылайды екен, ешқашан арзаншылық болады екен, халқымның қарны тояды екен деп ойламай-ақ қойыңдар. Сондықтан айтарым, биліктің басындағылар, көздеріңді ашыңдар. Мына энергетик милиция бар ма, министр бар ма, жаңағы жер байлығының министрі бар ма? Ана тілімізде сөйлей алмай отыр. Сақауланып, оқыған, жазып келгенді оқи алмай отыр. Құртыңдар, отставкаға шығыңдар, ұятсыздар. Өзіңнің ақсы түңменен, анаңның ақсы түңменен жетілген топас, өз тіліңді өзің сөйлей алмай отырсын. Құртыңдар, бұлардың бәрін отставкаға шығарыңдар. Ерлан, жаңағы Еділ, Дәулет, Мақсат, Жұлдыз, Иса, Бапей, айналайын, соңына түсіңдер мыналардың, құртыңдар, жаңалаңдар барлығын, қолдарыңнан келеді. Айтып қоя салмаңдар. Сосын кейін ассамблеяны жабу керек. Бірде-бір өзбек, ұйғыр бар ма, жаңағы армян бар ма, түрік бар ма, Әзербайжан бар ма? Біреуі халықтың бейбітшілік шеруіне шығып атқан жоқ. Мен 80 жасымда шықтым. Әрбір шеруге, Шымкентке шеруге шықтым мен. Бір ғана мен емес, бүкіл әжелер бірінші қатар болып, 12 әже, 8 ата біздер шықтық, 8 ақсақал. Бірде-бір өзбек, не ұйғыр, басқа ұлт жоқ. Ол да болса, біз бейбітшілік шеруге шықтық әкімнің алдына. Шымкенттің әкімнен, несінен, жаңағы метроның алдынан орыстың магазині бар, универмага метро деген. Сол метроның алдынан әкімге дейін жүріп келдік. Бірде-бір ұлтты көрмедім. Сондықтан олар қырылса, қазақтар қырылсын. Әжеп бопты. Жида жақсы осылар қырылса, бізге тиер еді жер байлығы. Жерді пайдаланар едік деп әйнектен, есіктен, тесіктен қарап күліп тұрды. Сондықтан ассамблеяның бүтін түгін қалдырмай жабу керек, тарату керек. Кетсін әрқайсысы өз мемлекетіне. Неғып жүр олар? Бізге ең жақыны Қарақалпақ панан қазақ, аталас, бабалас. Қырғызға қарағанда Қытайдағы қандастарымызды алып келу керек, Монғолдағы қандастарды алып келу керек. Ассамблея деп ассамблея не жеп отыр? Халықтың несібесін сорып отыр. Ассамблеядан сайланған депутат аузын ашпайды. Қарап отырамыз. Мен айтып отырам немерелеріме, балаларыма, қараңдар, кім сөйлеп жатыр, не сөйлеп жатыр. Қатты қойыңдар. Менің құлағыма кигетін кидіріп қояды. Сөйтіп естіп отырамын. Бір ұйғыр бар ма, түрік бар ма, Әзербайжан бар ма, ассамблеяның жаңағы сайланған депутаты бар ма? Біреуі сөйлеп атқан жоқ. Орысың да сөйлеп қатырып атқан жоқ. Скілерға басқасына сұрау қояды депутаттар. Берген жауабына мардымсыз, бас десе құлақ дейді. Құлақ десе мұрнын көрсетіп отыр. Күліп қояды миығынан. Сендерге сол керек ба? Балтайш, перестанешь деп отыр миығынан күліп скілер. Иленді, скілерді, башконды, тағы айтам, тағы басқаларын бәрін құртыңдар. Сонда барып, сонда оңалады, Ақорда оңалады, халқымыз оңалады, халқымыз жыламайды, қымбатшылық бияқтан қысып тұр, кредит бияқтан қысып тұр, қылышын сүйретіп қыс келе жатыр. Қыс басталмай жатып, халқымыз ауру болды. Науқас шетінен бөпелері, жас сәбилері аурухана толып кетті деп отыр. Көздеріңді ашыңдар, депутаттар. Қарамаңдар, сыйламаңдар. Олар сыйласа мұндай болмас еді. Іскілер барлығы жақсы, бел жарылмайды деп, жарылмақ түгілі. Қыс енді басталып жатыр. Шетінен жарылып жатыр. Рендерің бар ма, жаңа Балқашың бар ма, Қарағандың бар ма, жарылып жатыр. Сондықтан қимылдаңдар. Жандарым, айналайындар, қимылдаңдар. Ана жас сәбилер ауруханада толып отырды, жатыр дейді. Ықтият болыңдар. Көздеріңді ашыңдар. Мына
Алатауда Қытайлар келіп, пәлен үй саламыз, пәлен тағы бірдеңе саламыз деп отыр. Олар өздерінің адамдарын алып келеді. Алып келеді өздерінің рабочыларын, істейтін ішшілерін, қызметкерлерін. Біздің қазақ жігіттер жұмыссыз тентіреп, Америка бар ма, жаңағы Корея бар ма, тентіреп жүреді. Әкемесін, олар өздерінің адамдарын әкемесін, құрылысын берсе берсін, инженері келсе келсін, бірақ біздің жігіттер істесін. Құрылысты өте жақсы істейді. Өзің өлтірмейді, жат жарылқамайды деген. Әні кеңес дәуірінде біздің қазақтар үй құрған. Әлі күнге дейін бір қышы түскен жоқ, сабағы құлаған жоқ. 80 жыл 90 58-ден 60 жылға дейінгі қазіргі жылға дейін тұр, біреуінің сыбағы түскен жоқ, неңесіге құлаған жоқ. Сондықтан Қытайлар келеді, Қытайлар ананы істейді, мынаны істейді. Не, Қытайдан басқа істей алмай ма? Өз қазақтарымыздың, өз жігіттеріміз, өзіміздің азаматтар құрсын құрылысты. Үйде де барлығын не тұрғызады? Құрылыс тұрғызама, театр тұрғызама, аурухана тұрғызама, азаматтарымыз тентіреп жүр. Сондықтан шекараны жабу керек. Бірде-бір Қазақстанның қазақ азаматтарын, жігіттерді, қыздар болсын, ешқайсы шетке шығармау керек. Шеттен келсін, шеттен әкеліңдер, шетте жүргендерге штраф салыңдар. Сонда барып олар ешқайда кетпейді. Айлығы аз, жұмыс жоқ, бәрі Қытай өзінікін әкеледі, орыс өздерінің адамдарын әкеледі. Сонымен біздің қазақтарға, жігіттерімізге жұмыс жоқ, қызмет жоқ. Небір университетті бітірген, электрді бітірген, интернетті бітірген, жаңағы құрылысты бітірген, ауыл шаруашылығын бітірген, машиностроительный техниканы бітірген жігіттеріміз тентіреп жүр. Шет мемлекетке барып. Егер Қытайдан адам келетін болса, біздің жігіттеріміз, азаматтарымыз тентіреп кетеді. Сол керек па сендерге? Жабыңдар шекараны. Шет мемлекетте жүргендердің бәріне тағайтамын. Шетінен штраф салыңдар. Бірде-бір қыз, бірде-бір жігіт шет мемлекетіне кетпейтін болсын. Кетті ма, қайтып келмесін. Қабылдамаңдар. Сонда барып, біздің жастарымыз шетке тентіремейді. Көрдің бе? Әні, Ресейге барып қызмет істеймін, жұмыс істеймін деп, 20 қазақтың 20-25 арасындағы жігіттер қамауда жатыр. Қалталарына наша салып, не соғысқа барасың, немесе өлесін осы түрмеде деп ата-анасы жылап отыр. Ата-анасындарда да кінә бар. Неге жібересіңдер? Қолға бір күрек табылады. Қыс келе жатыр, қарды күресе де сол айлық алады, бір 50-70-80-ді. Ата-аналары да кінәлі. Балалар не біледі ол 20-25-тің арасындағы жастар, жас олар. Жұмыс жоқ, жұмысқа барамыз Ресейге. Ресейде соғыс болып атқанын көріп отыр ғой. Неге жібердіңдер балаларыңды? Неге көздеріңді ашпайсыңдар? Енді келіп құтқарыңдар деп жалынып отырсыңдар. Қайға құтқарады? Болды енді. Балаларың қалады сояқта. Міне, қалды ма? Осындайларды көрсетіп, қабылдамай келе жатыр ма? Қабылдамаңдар, штраф салыңдар. Сонда барып көзі ашылып, жастарымыз тентіремейді. Жастарымызға жұмыс тауып беріңдер. Қар күресе де, жол тазаласа да, жаңағы мұз жарылып жатыр, су ағып жатыр, су дегенің алып жатыр. Соларды салып қою керек жастарды. Айлығын көбейтсеңдер, балаларымыз тентіремейді. Міне енді 20 жас көдек түрмеде жатыр. Құдай біледі, оны Украинаға соғысқа жібереді, болды, бітті. Балаң аман келеді екен деп ойламай-ақ қой. Соғыстың аты соғыс, қырғынның аты қырғын. Сондықтан жастарымызды жұмысқа салыңдар, құрылысқа салыңдар. Пәлен жерден инвестор әкелдік, Қытай құрып беретін болды. Неге сонша Қытайға ауыз аша бересіңдер? Ең дұшпандарың Қытай манан орыс емес беді? Ұмытып кеттіңдер ме? Қытай келіп құрып береді деп кеше жетісіп отырсыңдар. Ханшун деп, ол жерде мәз күліп, рахаттанып тұр. Алматының ауасы жақсы екен, бізге ұнады. Алматының таулы жер екен, ауасы да таз екен, қала сұлу екен, бізге ұнады.
біз келеміз деп кетті. Әне сендерге осы керек па? Келеді, құмырсқа ұқсап, шымал ұқсап келеді. Кән кетіріп бопсыңдар оларды. Неге соншама келтіресіңдер? Неге не дейді Құдай-ау, құрылысқа келісім жасадыңдар демекшімін ғой. Не келісім жасадыңдар? Биліктегілер, Тоқаев, есіңді жи. Қытай шымал ұқсап келгенде кетіремей отырасыңдар. Халықтың жарымын басып алады. Халықты олар қырады. У берсе де қырады. Жеген наны бар ма, ауқаты бар ма, қырады. Әне, тамаққа қосатығын сұйықмай арзандады деп бәріміз алдық, есіне адам шыдап болмайды. Сөйтсек ол Қытайдың ма екен? Қытайдан келген екен. Неге басқа азық түлік арзандамайды? Неге бұл май арзандап қалды? Дедім мен үйде отырып келініме. Неге асқаттық май арзандайды? Неге басқа азық түлік арзандамайды балам? Қарасаңдаршы, көрші мына майды, дедім. Күйдіріп еді, лап етіп, қап-қара болып күйіп кетті. Сөйтсек Қытайдың ма екен? Араластырмаған нәрсесі қамаған екен. Серікжан Біләшұлы айтты. Қоспаған нәрсесі қамаған, ықтият болыңдар, амаңдар деп ол ояқта жылап отыр. Амаңдар, сатып амаңдар. Неге басқа продукты азық түлік арзандамай, май арзандады деп ойламайсыздар ма, қазақтарым? Неге сендер аңқаусыңдар? Мына майдың ішінде 20 түрлі, 30 түрлі нәрсе бар екен. Адамдарды ісір жіберетін, тамақты қып-қызыл қып ісір жібереді екен, жөтел пайда қылады екен. Тамақ жемей қалады, жұтамай қалады екенсіңдер деп. Міне, қазір біздің Шымкентте не ауру? Тамақ ауру. Тамақтары қызарып ішіп кеткен, жөтел. Міне Қытай үндемей. Егер Қытай келетін болса, бұл аз біздің қазаққа, Қазақстанға. Қытай келетін болса, үндемей халқымызды қырып, бүкіл мемлекетімізді басып алады. Соған көздерің жетпеді ме? Бір Қытайға тиіп көрші, бір Қытайға тигеннің өзіне, әшейін сөйлегеннің өзіне үштірап салады, қамайды. Сонда немене? Қытай тиіспейді, тек қана қазақтар тиісе бере ма? Көздеріңді ашыңдар. Қытай кіргізбеңдер. Қытай кірмесін. Құрылыс бар ма, не бар ма? Өзіміздің азаматтарды тартыңдар. Сауда министрі Шатқалиев, неге ол орысша сөйлейсін? Топпас. Өзің ана тілің тұрып орысша сөйлейсін. Ол бір жаңа жылда неменеге азық түлікті қымбаттаттың, арзандатудың орнына. Министр болып нағып отырсын, қолыңнан келмесе. Босат орныңды. Далбасалап отыр ғой орысшалап. Оңбаған топас. Қандай атана өсірді екен сені? Қандай атана дүниеге келтірді сені? Есіз 9 ай көтеріп, жанның азабымен сені дүниеге әкелген топас. Оңбаған, халыққа арзандатудың орнына жаңа жылда барлығы қымбат. Қайта барды алсаң да қымбат. Енді жаңа жылда сәл арзандайтын шығар. Құдай қаласа аузымыз бірдеңеге тиетін шығар деп отырғанда қымбаттайды деп отырсын. Оңбаған, қолыңнан келмесе нең бар істеп отырып, босат орныңды басқа біреулерге. Халықтың қамын ойлайтұғын, халық үшін өмір сүретұғын, сен сияқты қалтасы үшін өмір сүретұғын адам керек жоқ. Қымбаттайды дейді ғой. Азық түліктің қымбаты саған жетпей бара ма? Неге сен арзандаттырмайсың? Жаңа жылға қарсы қолыңнан келмесе босат. Ол бір. Өнен кейін батыстағы мұнайшылар немене қылып қарда қатып отыр. Неге әкім бармайды? Әкім сені бағып отырған осы халық. Халықтың несібесін жеп отырсың, сен миллиондап. Неге сен соны ойламайсың? Халық бар, қарның тоқ. Халықтың несібесін жүріп отырсың. Халықтың бала-шағасының аузынан жүріп отырсың. Сөйтіп жеп миллионер болып отырсың. Оңбаған топастара, есіз-ай. Халықтың қамын ойламаған, өңкей жетесіз, тексіздерге жетесіздер, тексіздер жиналғасындар өңшің. Халықтың қамын ойлаудың орнына еркек көп туылдың ба? Елге көмегің тейсін. Ер азаматтың көмегі елге тию керек. Бір ғана қатын бала-шағасына үйіне емес. Ер болып туылған екен, елге қызмет істе. Елді ойла, халықтың қамын ойла.
анауың келеді, бірдеңе жоқ, труба жарылды, енді мұнайшылар қарға қатып отыр. Неге әкімшіліктен бармайды? Неге депутаттар бармайды? Неге мұнайшының бастығы бармайды? Миллионер бол, миллионға көміліп отырғанша топпастар, құзғындар өңкей. Халықтан қабыр алыңдар. Өңкей азамат отыр. Неге олардың талабын орындамайсыңдар? Қалталарыңнан төлейсің бе ақшаны? Қалталарыңнан бересің бе олардың қызмет ақысын? Сенің әкең жеп қойған дүниесі ме еді? Қимай отыратын. Қазақстанның байлығын неге қимайсыңдар? Қазақстанның байлығын неге аяйсыңдар халықтан? Сол жастар 25 пенен 40-тың 50-дің арасындағы жігіттер өңшөң. Аналар барды әкімшілікке. Оларға да қараған жоқсыңдар. Есіз аналар, ақ жаулықты аналар қор болды, жаулықтарын қор болды, ақ сүттерін қор болды сендердің. Өңшөң құзғындар жиналған. Қазақстанның ата-бабамыздың беріп кеткен жер байлығы мана жер үсті байлығының барлығын талан-таражға түсірген топпас құзғындар, көздеріңді ашыңдар, халықтың қамын ойлаңдар, ана мұнайшыларға жағдай жасаңдар. Жасай алмасаңдар, орындарыңды босатыңдар, жасайтындарға беріңдер. Жап ішіпке бер, сәлім өтеңге бер. Халықты қандай айландырар екен, халықтың қамын қандай ойлайды екен, халықтың қамын қандай істейді екен, көресіңдер. Солар болмай қарнымыз тоймайды. Тоқаев мырза, көзіңді аш. Анау мұнайшылардың жағдайын жаса, шетінен ауырып қалмасын. Халық сенің досың деп әрдайым айтам. Халық сенің досың. Қасым-Жомарт, көзіңді аш, халық сенің досың. Анау айтты анаға, мынау айтты мынаған ере берме. Исмаилов мырза, нағып отырсын халықтың қамын ойламай. Неғып отырсын мұнайшылардың мұқтажын орындамай. Алдыңда отыр 7-8 ақылшыларың. Өңкей топастарды жиып ағасын ба дейім. Істей алмасаң босат орныңда. Сенен басқа да премьер-министр табылады. Құдай қаласа азаматтар бар істейтұғын. Көзі ашық, көңілі ояу, халықтың қамын ойлайтұғындар бар. Босат орныңда. Істей алмасаң бұлжырғамай.